Ұлттық валютаға 29 жыл. 1993 жылы 15 қарашада кеңестік рубльді алмастырған қазақстандық теңге айналымға енгізілді. Төл теңгені енгізуден бұрын барлығы қалай болғанын, айырбастау процесі қалай жүргізілгені және жылдар өткенде теңгенің өзі қалай өзгергені туралы ұлттық банкте айтылды. Толығырақ алдағы сюжетте. В 1992 году 1992 жылы арнайы дизайнерлік топ құрылды. 1993 жылы 12 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің ұлттық валютаны енгізу туралы жарлығы шықты. Алайда бұған дейін ұзақ дайындық пен қажырлы еңбек қажет болған, дейді ұлттық банктің Қарағанды филиалы бөлімдерінің бірінің бастығы. Қазақстанда нарықтық экономика негіздерін қалыптастыру өте күрделі экономикалық жағдайларда басталды. Қазақстандағы жағдай сол кезде сыртқы қаржы факторларына байланысты болды. Ұлттық валютаны енгізуге дайындықты ерекше құпия жағдайда жүргізу туралы шешім қабылданды және мемлекеттік маңызды іспен айналысатын топты құру қажет болды. Болашақ теңгенің бейнесін қысқа мерзімде жасайтын суретшілер қажет болды. Мысалға, ағылшын фунтын ойлап табуға 6 жыл уақыт кетсе, қазақстандық мамандарға жұмысқа 1 жылдан аз уақыт бөлінді. в 1993 году в городе 1993 жылы Алматы қаласында банкнот фабрикасының құрылысы басталды. Фабрика Гидромаш зауытының базасында ашылды. Жабдықты британдық Делеру компаниясы орнатты. Алғашқы банкноттар Англияда басылып шықты. Ақпараттың қажетсіз таралуын болдырмау үшін валютаны шетелде, атап айтқанда Англияда басып шығару туралы шешім қабылданды. Харрисон және оның ұлдары фирмасы жобалық үлгілерді дайындады. Айта кетсек, бұл тапсырыс компанияға әлемдік даңқ әкелді. Ақшаның бірінші партиясын сақтау үшін арнайы жерасты қоймалары дайындалды. Барлық ақшаны Қазақстанға 4 ұшақ әкелді. Бір аптада олар Лондонға және қарсы бағытта 18 рет ұшқан болатын. Барлық құжаттарда олар президенттің резиденциясын салуға қажет жабдықтарды алып жүргені көрсетілді. Бұл ретте теңге сапалы болумен қатар жоғары дәрежеде қорғалған. Жеке номиналдарда оның 18 қорғаныс дәрежесі бар. первая казахстанская монета была выпущена. Алғашқы қазақстандық монета 1995 жылы шығарылды. Ол Австрия монета сарайында соғылды. Қазақстандағы алғашқы монета 1998 жылы қараша айында монета сарайында шығарылды. Монета сарайы ұлттық банктың түсті металдардан, алтын және күмістен жасалған ұлттық валютадағы монеталарын шығаруға тапсырыстарын орындайды. Тұтастай алғанда монета сарайының өнімдері Канада, Польша, Австрия және Австралиямен бірге үздік бестікке кіреді. Теңге бағамын таңдауда аса маңызды мәселе болды. Президент бұл міндетті мамандардың тар шеңберіне жүктеді. Олар ұзақ уақыт бойы қандай бағамды таңдау керектігіне қатысты дауласып келді. Нәтижесінде өзгермелі бағам мен теңгені ішінара айырбастау дұрыс екендігіне тоқталды. Теңге бірінші айналымға кірген күні 1 ақш доллары 4,75 теңге болып бекітілді. Бастапқыда 1 теңге сол кездегі 1000 рубльге бағаланған болатын. Бүгінде монета сарайының қызметі кеңейді. Монетный двор изготавливает Монета сарайы мемлекеттік наградалар мен медальдар шығарады. Сондай-ақ банкноттар мен монеталармен қатар ұлттық банк бағалы металдардан, яғни күміс пен алтыннан инвестициялық коллекциялық монеталар шығарады. Бүгінгі таңда біздің облыста екінші деңгейдегі банктердің 17 бөлімшесі мен Қазпошта акционерлік қоғамы қызметін жүзеге асыруда. Арман Қазбекұлы, Шалқар Алтынбеков, Наталья Заяц, 5 арна.